Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін мен сіздермен дастарханнан бір сәтте жоқ болатын, өте қарапайым, тез, жылдам дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Бізге бұл салатқа көкөністерден қызанақ пен қияр қажет болады. Видеодағыдай ұсақтап, яғни кубиктеп турап аламыз. Алдымен қиярды турап алдым. Өзімізге ыңғайлы талеркіге салатын боламыз. Қызанақты да дәл қияр секілді турап шығып, қиярдың қасына саламыз. Одан кейін біз балықтың қара уылдырығын, яғни икрасын пайдаланамыз, қасықтап салып шығамыз. Балалардың сүйсініп жейтін лейсін, яғни чипсін қолымызбен үгітіп саламыз. Бетіне әсемдік үшін майонезді кондитерлік мешокқа салып торлап шықтым. Майонез салу міндетті емес, оның орнына қаймақ пайдалансаңыздар болады. Ешқандай салаттың дәмі өзгермейді. Аяқ асты келген қонаққа таптырмас салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің арнамнан неше түрлі тағамның рецептісін таба аласыздар. Ол үшін арнама қарай өтіңіздер. Жаңа көрермен болсаңыз тіркелуді, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер салаттың рецептісі ұнаса, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.